Қайырлы күн, әріптестер. Менің шығармашылық жобам цифрлық сауаттылық. Әрине, бұл педагог үшін таңсық тақырып емес. Дегенмен, 50 жылда ел жаңа демекші, бастамасы қалыптасып келе жатқан нәрсені қолға алсақ, бейжай қалмайтын сөзсіз. Жалпы цифрлық сауаттылық дегеніміз не? Цифрлық сауаттылық дегеніміз цифрлық технологияларды және интернет ресурстарын қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін қажет білім мен дағдылардың жиынтығы. Бұл көздеріңіз куә болғандай, менің ашық сабағымнан және мектепшілік 4-ші сыныптар арасында өткен жарыстан үзінді. Педагог ретінде енгізгім келетін алғашқы бастама ол ақпараттық коммуникативтік технологиямен оқушымен бірлесе жұмыс жасау. Мақсатым оқушының бойында барлық дағдымен қатар цифрлық сауаттылықты дамыту. Әртүрлі платформалармен жұмыс жасай отыра, оның қыр-сырымен танысып, қоржынымызға бір бағдарлама енгізу, ол да бір мақсат. Ашық сабақтан тыс жай сабақтың өзінде қолдан келгенше әртүрлі технологиямен жұмыс жасауға талпыныс жасаймыз. Соның нәтижесін ашық сабақ пен мектепшілік жарыстан байқауға болады. Оқушылардың интерактивті тақтаны өзі қолданып, берілген бағдарламамен жұмыс жасай білуі көз сүйсіндіреді. Қолданған платформалардың ішінде генератор, WordWall, Flippity, Learning Apps және тағыда басқа бағдарламалар мұғалім үшін де, оқушы үшін де қолданысқа енгізуге тиімді. Мәселен, WordWall платформасы. Бұл бағдарламаның атауы бір болғанмен, іші сан алуан. Түрлі ойын түрлерін оқушының қызығушылығына сай ала отыра жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар, оқушының жас ерекшелігін ескере отыра жұмыс жүргізсек те қолайлы. Жалпы бұдан бөлек компьютермен, ұялы телефонмен және басқа да технологиялармен жұмыс жасау оқушының көзқарасын кеңейте түседі. Сіздермен тәжірибе жүзінде, сонымен қатар теориялық тұрғыдан да пікір қалдыра алдым деген ойдамын. Болашақта дамыған елдің дамытушы педагогтары болуға және өз тарапымыздан жүйелі платформалар мен бағдарламаларды қолданысқа енгізуге ұсыныс білдіремін. Көш жүре бара түзеледі демекші, жас маман екенімізге қарамастан, біліктіліктері жоғары мұғалімдермен жұмыс жасай отыра, білгеніміз 19, білмегеніміз 99 деп үйренудеміз.